Өткен жолы өзімнің оқырмандарыма бизнес разбор жасаған кезде бір қыз келеді. Ол қыз историясы өте қызық. Оның историясы өзінің ата-анасымен қатысты. Ол қыз өзінің би тобы бар екен. Олар тойға шығады, тойда билейді, оның би тобы. Сөйтіп ол ақша табады. Ай сайын қанша ақша табасың деп сұрасам, 450-500 мың теңге таза табамын дейді. Енді неге өспей жатсың десем, айтады, менде кішкене уақыт жағынан қиын болып жатыр деймін. Ол қыз акиматта жұмыс жасайды екен, 5-2 графикпен, пятницаға жұмыс жасайды. Сенбі, жексенбі күндері ол қыз өзің би тобымен тойларға шығады екен. Сөйтіп мен айтамын ғой, егер де сен бүкіл уақытыңды, бүкіл энергияңды би тобына құртатын болсаң, қанша табысқа шығушы едің деймін ғой. Ойланып тұрады да. Енді как минимум миллион теңгеге табысқа шығамын ғой дейді да. Мен айтамын, саған сонда ақша керек емес па деймін. Неге шықпай жатсың деймін. Енді уақытым жетпей жатыр ғой дейді да. Мен айтамын да, неге просто 5 графикта 150 мың теңге зарплата алып жатқан жұмыстан шығып кетіп, бүкіл фокусыңды, бүкіл уақытыңды, бүкіл назарыңды осы өзіңнің бизнесіңе құртсаң, сен шығасың ғой деймін. Иә, шығам. Оны неге істемейсің десем, айтады да, мен жұмыстан шығып кететін болсам, ата-анам ренжиді дейді. Неге десем, потому что ата-анам диплом алғаннан кейін маған айтты, сен міндетті түрде мемлекеттік жерде жұмыс жасауың керексің. Мен андай ой келді да, е-мое, біздің негізі көп ата-аналар өздерінің балаларының болашағын құртады да, өздерінің бала кездегі бір идеяларын, травмаларын балаларына беріп жібереді. Например, папасы кезінде боксер болғысы келсе, баласын алады да боксер жасайды да, баласы оны қалайды ма, қаламайды ма, қарамайды. Тура сол сияқты папасы мемлекеттік органда жұмыс жасағысы келеді да, бірақ жасай алмайды өкінішке орай. Сөйтеді да, өзінің баласын сондайға тығып жібереді да. Оның баласының мнениясы және ойы, ол жұмыс жасағысы келе ма, оны жасағысы келмей ма сұрамайды да. Мен түсінгенім, егер де адам тек қана өзінің ата-анасы айтқан жұмысты істей беретін болса, оның өмірі просто өтіп кетеді. Бүкіл арманы, қиялы, ішіндегі қалаулары жоқ болып кетеді да. Таңертең кешке жұмысқа барып келе береді, яғни құл болады да, бірсін айтқанда. Мен қандай кеңес беретін едім, егер де сізде осындай проблема болса, ол ата-ананы тыңдамау. Көп адамдар айтуы мүмкін да, жәннат ата-ананың аяғының астында, ата-ананы сыйламасаң, сені Алла жақсы көрмейді деген сөздер айтуы мүмкін да. Мен мынандай зат айтамын да, сен өзіңнің ішіндегі қалауды жасау, өзің жақсы көретін іспен айналысу, сені дамытатын, одан да үлкен ақша келетін. Ол сен ата-ананың разылығын алмау деген сөз емес та. Ата-анамыз ол айта береді да, мысалы, маған айтқан кезінде, өзім историямды айтып берейін. Кезінде былай айтқан маған. Мен кәсіп жасап жүрдім. Сөйтіп мен ER постер сатып жүргенде ол бизнестен шығып қалдым да. Сөйтіп мен үйде отырмын. Сөйтіп мама келеді да, маған айтады да, балам, бар да папаң жанына бар, стройкаға шық. Одан бір уақытта келеді айтады, неге сен университетке бармай жүрсің? Неге сабақ оқымай жүрсің деген зат айтады да. Мен сол кезде ата-анам егер айтқанын тыңдай салатын болсам, бар стройкаға шық деп, мен стройкаға шығып кетсем, бар универіңді оқы деп, мен кәсібімді тастап кетіп, бүкіл істеп жатқан дамуымды тастап кетіп, универ оқып жүре беретін болсам, мен қазір еркебұлан болмаушы еді да. Қазір ата-анасына үй алып берген, ата-анасын толық қамтамасыз ететін еркебұлан болмаушы еді, егер де мен тек қана ата-ананы тыңдайтын болсам. Енді сұрақ, ата-анам маған солар айтқан жасаған кезде риза болушы ма еді, әлде қазір риза ма? Мен сіздерге айтайын, 100% қазір риза. Себебі менің байқауымша, ата-анасы баласы бақытты болған кезде өзі де бақытты болады екен. Хотя оны олар басында олай ойламаса да. Сол үшін де ең бірінші кезекте біз көп ақша табуға ұмтылуымыз керек. Ең бірінші кезекте біз өзіміздің ішкі комфортымызға ұмтылуымыз керек, өзіміздің бақытымызға ұмтылуымыз керек. Сол кезде бізді ата-анамыз да жақсы көреді, қоршаған ортамыз да жақсы көреді. Егер де сізде осындай проблема болса, ата-ананың ойын просто ысырып тастайсыз да, тек қана жүректің қалауын жасайсыз. Бұл менің өмірімде өткен оқиға, жанымда жүрген адамдардан көріп жүрген зат. Мен бұл айтып жатқан затыма 100% сенімдімін. Менің бір таныс досымның бір историясы бар. Ол кассовый разрывта жүрді, компаниясында ақша жоқ, бизнесі құлап жатыр. Мен сұраймын ғой, брат деймін да, не болды деймін? Вроде кәсібің прибыльный, жақсы жұмыс жасап жатсың, не үшін кассовый разрывта жүрсің деп сұраймын да. Айтады да, брат дейді да, мен просто ата-анама беріп қойғанмын ғой өткен жолы 3 миллион теңге. Сөйтіп қазір қиналып қалдым дейді да. Мен айтамын да, брат, сен қуасың ба деймін да. Сен кәсібіңнен алып, ата-анаңның үйінің ремонтына, ата-ананың хотелкасына, ата-ананың шетелге жіберуге компаниядан алып ақшаңды бере салдың. А қазір компанияң өлейін деп жатыр. Сен қиналып жатсың. Сен өте қате шешім қабылдадың деймін да. Өткен ол ата-анам ғой дейді да. Мен айтамын да, сен бизнесқа келгенде сен бизнесовый ойлануың керексің. Мысалы қара, сен өз бизнесіңді ақша келетін машина ретінде қара. Егер де сенің қазір 3 миллион теңге бере салып компанияң өліп қалса, сен енді одан 3 миллион теңге табатын, сенде машина болмайды да, аппарат болмайды да, сенде 3 миллион теңге табатын. Ал егер де сен 3 миллион бермей, жай ғана ата-анаңа 500 мың теңге қанша беру саған жеңіл, сол ақшаны беріп, қалған ақшаны бизнесіңнің, компанияңның өсіруіне құртатын болсаң,
сен жарты жылдан кейін сенің 3 миллион теңгең как минимум там 10 миллион теңгеге айналады да. Сол кезде же ата анаңа берсең ол жақсы. Ал егер сен бизнесің өлейін деп тұрған кезде, қиналып тұрған кезде, кассовый разрыв кезінде сен ата анаңа ақша беретін болсаң, сен компанияңды да өлтіресің. И ата анаңның өмірі ол 3 миллион теңгемен вау болып өзгеріп кетпейді да. Олардың өмір сүруі тура солай жалғаса береді. Сол үшін мен айтқым келетін зат, әрқашан ақша қай жақтан келіп жатыр, сол жаққа ақшаны салу. Ал одан артылып, және білінбейтін сума болса, соны ғана жақындарыңмен бөлісу. Себебі сенің основной ақша келіп тұратын бизнесің өліп қалатын болса, онда сенде енді вообще ақша болмайды да. Сол үшін де бірінші кезекте бизнес өліп қалмау керек, кассовый разрывта болмау керек. Екінші кезекте ауыр емес сумманы жақындарыңа, достарыңа, ата-анаңа берсең болады. Ата-анамен қатысты менің ортамда көп оқиға бар. Сондай оқиғалардың біреуі, ол менің бір жақыным, өте бай отбасыдан шыққан, жағдайы мықты, ата-анасы яғни барлық жағдайын қамтамасыз еткен да. И сол көбісі ойлайды да, егер мен ата-анам бай болғанда, мен жақсы отбасыда туылған кезде менде барлығы күшті болып кетеді, менде барлығы жақсы болушы еді деп ойлайды да. Бірақ та керісінше ол ондай емес. Мысалға мен сондай достарымды қарайтын болсам, барлығында бір проблема, ол папасының айтқанымен жүру. Әйел алса, папасына ұнайтын әйел алу керек, мамасына ұнайтын әйелді алу керек. Кәсіппен айналысса, папасына, мамасына ұнайтын кәсіппен айналысу керек. Достары болса, папасына да, мамасына да ұнайтын достармен дос болуың керексің. Яғни сен бір сөз айтқанда кукласың да, сені бүйтіп PlayStation ойнайды, джойстикпен, сені джойстикпен управлять етіп тұрады жай ғана ата-анаң. Сенің өзіңнің мнениең жоқ та. Олардың барлығында қандай проблема? Отбасылық проблема, әйелімен конфликт, кәсібінде проблема, и өзіне ешқандай затты сенімді түрде сатып ала алмайды. Мен қазір шетелге шыққым келсе, шыға салам. Өзімнің ақшам, өзім еңбегіммен тапқан ақшам, мен шетелге шыққым келсе шыға салам. Өзіме бір көлікті алғым келсе, мен ала салам, потому что ол ақша мен таптым. Ал егер де ата-анаң тауып берсе, арқауымен болса ол дүние, сен рұқсат сұрайсың. Мысалы, мам, пап, мен әйеліммен сырт елге шығып келсем қалай? Мам, пап, мен әйеліммен мынандай бір қымбат дүние алып берсем қалай? Мам, пап, мен мынандай машина сатып алсам қалай? Яғни сен сұрайсың да. Сен өзің таппадың, өз еңбегіңмен барлығы нольдан өзің бастамадың, ата-анаң саған дайынды бере салды. Сен сұрайсың, и сен еркіндік өмір сұрамайсың. Мен ойымша, ақша деген ол тек қана еркіндік үшін. Ақшаң көп болып, бірақ еркіндігің болмаса, онда ақша болмағаннан жақсы да. Лучше болмай қойған жақсы да. Сол үшін де, егер де ата-анаңның ақшасын құртатын болсаң, сенде еркіндік болмайды. Кез келген баланың ата-анасымен сепарациясы болған дұрыс. Сепарация деген, яғни бөлек тұрып көріп, бөлек тұлға ретінде қалыптасып көргені дұрыс деп ойлаймын. Мысалға, мен алатын болсақ, мен өзімнің ата-анаммен тұрған кезде, және де бөлек тұрған кезде қандай айырмашылық болды. Ата-анаммен бірге тұрған кезде мен бала болдым да. Өзіне жауапкершілік қатты алмайтын, жаңа бала болдым. Яғни ата-анаң келесің, мамаң тамақ жасап қояды, тамақ жейсің, и күнде сөйлесесің, как бала сияқты қарайды да саған. Сен өзіңді еркек сияқты сезіне алмайсың да. Бөлек шықтым. Бөлек шыққан кезде үйге келесің, не жоқ? Тамақ жоқ. Киімің жуылы, дайын тұрмайды да. Яғни сен бүкіл өмірдің ауыр сәттерін өзіңнің басынан өткізіп бастайсың. Қиындық, кейде доширак жей саласың, кейде жаңағы сэндвич жей саласың, өзің киіміңді өзің жуасың. Яғни сен бір тұлға ретінде қалыптасып бастайсың. Одан кейін сен ата-анаңмен тұрған кезде саған қызық болып тұрады, түнде қыдыру, әртүрлі жерге барып жүру, яғни бос әңгімелер қызық болады. Неге? Потому что сен ата-ананы сұрайсың да, сені жібермейді, рұқсат бермейді, яғни сен бөліктене алмайсың. Ал бөлек тұрған кезде сен толық жауапкершілікті өзің сезесің. Сен если қаласаң, сен түнімен жүре берсең болады. Егер сен дұрыс адам болсаң, сен ол зат қолыңнан келе тұра, сен ол зат жасамайсың. Сен не істейсің? Сен, мен түнде қыдыра аламын, бірақ та мен осознанный адам, мен басым жасайтын адам. Дұрыс өмір сүруіме тек қана ата-анам ғана жауапкершілігі жоқ. Менде өзім жауапкершілігім бар өз өміріме. Солай жарты жыл өмір сүрсеңіздер, сіздерде толық сепарация болады. Яғни ата-аналарыңыздан бөлініп, толық сепарация болып, тұлға ретінде міндетті түрде қалыптасасыздар. Сепарация болу бұл ата-анамен араласпай кетпеу деген сөз емес. Мен аптасына 2 рет ата-анама барып тұрам. И мен байқағаным, керісінше аптасына 2 рет келген кезде ата-анамен қарым-қатынас одан сайын мықты болады да. Сені ата-анаң көрмейді, аптасына 1 рет 2 рет барған кезде күтіп алады, сағынады. Сағынып көрскен өте рахат та. Яғни сен де ата-анаңның қадірін бағалайсың, қадірін түсінесің. Ата-анаң да сенің қадіріңді түсінеді. Бала мен ата-ананың арасында қарым-қатынаста одан сайын мықтай түседі. Ата-ана үшін сенің есейгенің, сенің өз өміріңе өзің жауапкершілік алғаның өте қатты маңызды. Сол үшін де өміріңізге жауапкершілік алуды бүгіннен бастаңыз. Видео ұнады деген ойдамын. Жалпы бұл видеода кейбір адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін, ата-анаң жақсы көрмейсің или жаман адамсың деп ойлауы мүмкін да, бірақ мен сіздерге айтайын, менің ара қатынасым ата-анаммен өте жақсы, ата-анам маған 100% риза. Бұл видеомен мен ата-анаңмен араласпай кетпе, ата-анаңды сыйлама деп дәріптемеймін. Бұл видеода керісінше сен
дұрыс әрекеттер жасау арқылы ата анаңның өмірін жақсы жаққа өзгерте аласың деген ойды жеткізгім келді. Түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам түсінбейді. Оны қанша айтсаң да. Сол үшін де видео егер пайдалы болса, менің ойыммен келіссеңіздер, міндетті түрде каналымызға тіркеле кетіңіз. Сіздер үшін осындай пайдалы, өмірлеріңізге әсер ететін видеолар көп түсіретін боламыз. Және лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.